Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сусынға қоздыратын дәрі қосқан күйеуінің досына алданған әйелдің оқиғасы. 2020 жылдың аяқталуына небәрі 2 ай ғана қалды. Жыл соңы жақындарға бір-біріне темекісін, сырасын, басқа да жаман әдеттерін тастау үшін бәстескен достар көп. Айтқанын орындай алмаған жағдайда шашын тықырлап алып тастап, астындағы көлін, қолындағы ұялы телефонын сыйлап жатқандарды естіп көріп жүрміз. Тіпті бәстескенде бәйгеге әйелін тігетін еркектер де бар екен. Зәуре күйеуінің бәстесу ойынына өзі араластырғанын кеш біліпті. Алматылық әйел үйіне күнде кеп жүрген досына қалай алданғанын былай баяндады. Ойыннан от шығады деген сөз рас қой. Күйеуім маған сенгендіктен ойланбастан бәстескен шығар. Бірақ оның досы сұмдық айла жасады. Әрине бұл жерде адам өмірін ойынға айналдырған күйеуім де кінәсі бар. Бірақ мен Сұңқардың маған көзқарасы басқаша екенін әу бастан білетінмін. Ол құрдастардың ортасында ойының алабөтен екенін сөзімен аңғартып қалатын. Тіпті той-томалақта вальске шақырғанда да тәнімді көзімен, қолымен сипалап қалуға тырысатын еді. Күйеуімнің өзі де достардың әйелдерімен қалжыңдасып жүреді. Олардың ортасы сондай, қалжыңбас әзіл қой. Қатарымен ойнап күлген жақсы, алайда достар арасында арам пиғылдылар да болатынын есте ұстаған жөн-ақ. Ондай адамдарды дос деп айтуға да болмас. Мейлі, ол расында мені көрсе, ақыл есінен алдасатын шығар. Бірақ дегеніне қол жеткен соң күйеуіме сені ойлағандай нәрсе болған жоқ деп жасыруға болар еді ғой. Оқиға былай болды. Күйеуім темекіге әуес адам. Менімен танысқанда темекі мүлде шекпейтін. Кейін ортасы өзгерді де жаңа достарынан үйренді. Сол достарының бірі Сұңқар. Ол мектеп жасынан темекі шеккен екен. 2 жыл бұрын ол жаңа жылдың алдында менің күйеуіммен бәстесіп темекісін тастаған. Расымен де ол одан кейін темекіні қолына алған емес. Ал былтыр ол күйеуімнің темекісін қойдырмақ боп екеуі бәстесіпті. Сұңқар, егер 3 айдың ішінде темекіні тастамасаң, Зәуремен бір түн өткізем депті. Бастапқыда күйеуім ашуланып екеуі жаға ұстасып қалады. Сұңқар көздегенінен қайтпай, алдымен әйелің көнем екен. Әрине, егер ол өзі көнсе ғана, көнбесе қинамаймын дейді. Естуімше 2 жыл бұрын күйеуім Сұңқармен бәстескенде оның әйелін сұраған көрінеді. Сұңқар көнсе қарсы емеспін деген екен. Көнбеген-ау. Өйткені Сұңқармен әйелі әлі бірге ғой. Ешқандай әйел күйеуі бола тұра басқа еркектің құшағында болмайды. Мен де өз еркіммен берілмес едім. Сұңқар күндіз де, кешке де күйеуімді сұрап келгіштеп кетті. Күйеуім үйде болмаса да асүйге кіріп, қарным ашып кетті, қандай тамақ дайындап жатырсың деп әңгімелесіп отырып алады. Сол баяғы әдетінше менің бөксем мен көкірегімнен көз алмайды. Оның көз қарасы мен сөздері әсер етпей қоймағанын жасырмаймын. Ол кеткен соң айнаға қайта-қайта қарап, сымбатыма сүйсініп, сөздерін ойлай беретін болдым. Бірақ мен оның ырқына өздігімнен көнген жоқпын. Ол тағы бір келгенде күйеуім жұмыста еді. Балалар ата-әжесінің үйіне кеткен. Әдеттегідей Сұңқар келді, күйеуімді күтіп отырды. Кешкі асты дайындап жатқанмын, асүйге кірген оған шай ұсындым. Ол өзімен сусын ала келген екен. Пепси, менің жақсы көретін сусыным. Мұздай газды сусынды сіміріп іштім. Ол тағы да толтыра құйды. Көңілім көтеріліп жарқыра күле бастадым. Бір түрлі күйге түсіп, ойымды да, тәнімді де меңгере алмай бара жатқандаймын. Әлденені аңсайтындаймын ба? Сұңқар арқамнан кеп құшақтағанда қарсыласуға күшім болмады. Күнәлі іске бара жатқанымды білем, бірақ тәнімнің қалауына қарсы тұруға шамам келмеді. Етегімді түріп, Сұңқар бірер минутта көптен бері жете алмай жүрген асылына жетті. Күйеуім сырттан кіргенде екеуміз де ас үйде отырғанбыз. Сол күні күйеуім сезіктенсе де шындықты біле алмады. Былтыр жаңа жылда мерекеде достар отырыс жасады. Сұңқар сол күні айтып қойды. Отырыстан бәрі қайтып, кафеде үшеуміз ғана қалғанбыз. Сұңқардың әйелі емізулі баласы болғандықтан ерте қайтып кеткен. Күйеуім ішімдіктен соң темекісін тұтатып, құшырлана көк түтінді жұтып отырғанда, Сұңқар, тастаймын деген уәден қайда? Бәстесуден жеңілгеніңді мойындамайсың ба? Деді.
Жеңілдім, бірақ бәрібір көндіре алмайсың ғой, деп күлді. Сұңқар әлде қашан көніп қойған, деді. Шынымды айтсам, бастапқыда олардың әңгімесін түсінбедім. Күйеуім оның мұрнын қанатып төбелесіп жатқанда ғана сөздерін аңғардым. Үйге келгеннен соң Сұңқар артымыздан жетті. Ол күйеуімнен де, менен де кешірім сұрап, бұл туралы ешкімге айтпайтынын ант су ішті. Күйеуім екеуміз ұрысып, керісіп, бір-бірімізді кінәлап, ырың-жырыңмен 3 ай уақыт өткіздік. Мен қоқыс шелегінен тауып алған тәнді қоздыратын дәрінің қағазын сақтап қойған болатынмын. Оны күйеуіме көрсеттім. 5 минутта есімді білмегенімді, менің дәрменсіз күйімді пайдаланған Сұңқарды кінәліп ақталдым. Жыладым, кешірім сұрадым. Айыпты екенімді мойындаймын, бірақ бәйгеге тігіп несі бар еді? Мен де пендемін ғой. Ол да періште емес. Еркектер ғана емес, әйелдердің де нәпсісінен жеңілетін кезі болады. Бұны күйеуім түсінер емес. Күйеуім кешірмей жүр. Көктемнен бері екеуміз 2 бөлек тұрып жатырмыз. Демалыс күндері ол балаларын ата-анасының үйіне алып кетеді, бірақ үйге кірмейді, менімен сөйлеспейді. Сұңқар сөзінде тұрып, сол бір оқиға жайында ешкімге айтпады. Бұны үшеуміз ғана білеміз. Күйеуім екеуі сол күйі араласпай қойған. Заңды түрде әлі ажырасқан жоқпыз. Алайда мені кешіретін шығар деп күтіп жүрмін. Қайтып қосылатын шығармыз деп ойлаймын. Зәуре бұл күнәсін күйеуі кешіретініне сенімді сияқты. Күйеуі кешіруі мүмкін бе? Ал сіздер кешірер ме едіңіздер, оқырман?